Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Асылбекова Семай, 207 Б тобы. Бүгін ас қорыту жүйесіндегі ағзаларға тоқталатын боламыз. Суретте көріп тұрғандарыңыз бұл ауыз қуысы болып табылады. Ауыз қуысы бізде екі бөлімнен тұрады, яғни топографиялық орналасуына байланысты ол кіреберістік бөлімі, ventriculus oris және де меншікті ауыз қуысы cavum oris propri деп аталады. Сонымен қатар ауыз қуысының бірнеше қабырғалары болады. Ол сыртқы қабырғаларына біз жоғарғы және де төменгі еріндерді жатқызамыз. Бүйір қабырғаларына букка, яғни ұртты, және де ішкі қабырғалары бізде негізінен жоғарғы және де төменгі жақсүйектердің қызыл иек, солардың ұяшықты өсіндері және де тістерді жатқызамыз. Сонымен қатар төменгі және де жоғарғы еріндердің бір-бірімен қосылған жерлерінде комиссуралар пайда болады. Міне, комиссура, лабиолюмдер. Одан соң олардың жүгеншелері финибулюм лаби супериус және де финибулюм лаби инфериус. Сонымен қатар қызыл иекке келетін болсақ, және де негізінен бізде екінші азу тістің тұсында шықшыт безінің түтігі болады. Оны дуктус паротидеус деп атаймыз. Және де ауыз қуысы негізінен бұл жердерде ымдау бұлшықеттері орналасады ұрттарда. Сонымен қатар оның ішкі қабырғасы көп қабатты эпителийді шырышты қабат болып табылады. Қызыл иекке келейік. Бұл бізде қызыл иек. Қызыл иек негізінен оның ұшынан, денесінен және де тістің мойны мен қызыл иектің аралығында қызыл иектік қалташалар орналасқан. Оның негізгі қызметі ол бізде тістерге тіректік және де қорғаныштық қызметін атқарады. Келесі букка, яғни ұрт. Ол ұрт бұлшықеті букинатордан тұрады. Бұл беттің сыртқы терісімен қапталады. Ал кішкентай балаларда, нәрестелерде, яғни оларда ұртмай орналасады ұрттарында. Келесі бізде cavum oris propri, яғни ауыздың меншікті бөлігі, ол ауыз қуысының меншікті бөлігі деп аталады. Негізінен ол жоғарғы жағынан жұмсақ және де қатты таңдайлармен бөлінген. Міне таңдайларға қарайтын болсақ, таңдай палятинум деп аталады. Міне бізде таңдайды негізінен құрылысына және де оның сипатына байланысты біз қатты таңдай және де жұмсақ таңдай деп атаймыз. Қатты таңдайды палятинум осиum durum деп атаймыз, ал жұмсақ таңдайды палятинум molli деп атаймыз. Қатты таңдай, қатты таңдайда бізде негізінен ол таңдайлық өсінділерден, процессус палятинус пен горизонтальды табақшалардан тұрады. Біз білеміз, жоғарғы жақсүйектің өсіндісі болады мына жаққа қараған. Оны процессус палятинус және де ол жақта орналасқан горизонтальды ламина горизонталис табақшалары орналасқан. Ал жұмсақ таңдайға келетін болсақ, жұмсақ таңдайды біз палятинум molli деп атаймыз. Жұмсақ таңдайдың негізінен бізде ол тілшік, инсула, ивуля деген ғой. Ивулядан, сонымен қатар аркус палятоглоссустан, міне, аркус палятоглоссус. Және де артқы жағы таңдай жұтқыншақ тоғасынан аркус палятинофарангеустен тұрады. Аркус палятинофарангеустен тұрады. Және де жұмсақ таңдайда негізінен бірнеше бұлшықеттер болады. Міне бұл жерден қарайтын болсақ, жұмсақ таңдайдың бұлшықеттерін көре аламыз. Жұмсақ таңдайдың бірінші тобына ол осы таңдай пердесін көтеруші бұлшықет. Оны біз міне мускулюс, яғни мынау тұрған мускулюс леватор вели палятини деп атаймыз. Ол бізде негізінен эвстахи түтігін білеміз. Эвстахи түтігінің шеміршекті бөлігіндегі остеум туба аудитива, яғни сыртқы тесіктен басталады да, жұмсақ таңдайдың фиброзы жағына қарай барады. Міне. Және де бұл негізінен бұның негізгі қызметі, ол не қалған кезде остеум туба аудитиваны бітейді, дабыл қуысындағы қысымды арттырады және де тамақ жеген кезде жұтқыншаққа қарай бағытталады. Келесі таңдай пердесін көтеретін бұлшықет. Таңдай пердесін көтеретін бұлшықет бізде мускулус тенсор деп аталады. Міне мускулус тенсор вели палятины.
Бұл негізінен ол да есту түтігінің шеміршекті бөлігінен басталады. Сөйтіп сынас тәрізді сүйектің медиалды табақшасының ілмегін, яғни хамулус птеригайдеустың сыртынан орап келіп, бізде жұмсақ таңдайдың фиброзы жағына өтеді қабатына. Оның негізгі қызметі жұтқан кезде тамақты жұтқыншақтан мұрындық бөлігіне өткізбеу керек. Вот. Келесі бізде тілшік, міне тілшік бұлшық еті, мускулус увілі деп аталады. Ол негізен кішкене сопақша екен көріп тұрмыз. Сыртқы пішіні ол 2-3 сантиметр болып келеді. Және де ол негізен спина назалис постериор мен жұмсақ таңдайдың апоневрозының табақшаларынан басталады. Және де ол ең бірінші оның қызметі ол тілшікті көтереді және жиырылу кезінде тілшікті қысқартатын болып келеді. Келесі таңдай пердесін төмен түсіретін бұлшық еттер. Оларға екі бұлшық ет, төмен түсіретін бұлшық еттерге біріншіден таңдай тіл бұлшық еті жатады, мускулус палата глоссус және де мускулус палата фарангеус. Таңдай тіл және де таңдай жұтқыншақ бұлшық еттері. Таңдай тіл бұлшық етіне келетін болсақ, ол 23-33 сантиметрдей болып келеді. Ол таңдай тіл доғасының терең қабаттарында жататын бұлшық ет болып келеді. Ол негізінен жұтқыншақтың тесігін тарылтатын болып келеді. Келесі таңдай жұтқыншақ бұлшық еті, мына тұрған мускулус палатина фарангеус деп аталады. Бұл бұлшық ет негізінен таңдай жұтқыншақ доғасының терең қабатында орналасады. Және де оның негізгі қызметі ол біріншіден негізінен бұл жиырылған кезде жұтқыншақтан өту жолын тарылтады және де таңдай пердесін төмен қарай тартады, ауаны тыныс алу жолына қарай өткізетін болып келеді. Негізінен жалпы таңдайдың қанмен қамтамасыз етілуіне келетін болсақ, негізі таңдайды екі түрлі, артерия каротис экстерна, яғни сыртқы ұйқы артериясының тармақтары, атап айтқанда алдыңғы топ тармақтарынан бет артериясы, артерия фасиалис, сосын соңғы топ тармақтарынан артерия максилярис, және де жұтқыншақтық артерия фаранге аксиденстер келеді. Сонымен қатар бұл жерге негізінен венус фасиалис, яғни фасиалис жаңағы айтқан нелермен артерияларға аттас веналар арқылы шығады, вена қан тамыры. Және негізінен бұл таңдайға бізде 10-шы жұп нервус вагус, одан кейін 7-ші жұптың 3-ші қимыл тармағы, яғни 5-ші жұптың 3-ші қимыл тармағы келеді. Негізі жаңа айтқан нервус вагус бізде мускулус тенсор вели палатини, яғни мынау бұлшық етке келетін, оны таңдай пердесін көтеруге нервтендіреді, сигналдарды береді. Келесі бұл бізде тіл, лингуа деп аталады, немесе глосса деп атаймыз. Тіл негізінен бұлшық етті мүше болып табылады, және де бірнеше қарап тұрсақ бүртіктерден тұрады. Тілдің негізі біз апекс, яғни апекс лингуа, оның ұшын, одан кейін корпус лингуа, және де түбі радикс лингуаны ажыратамыз. Және ортасында оның орталық жүлгесі сулкус медианус лингуали болады. Тілдің сыртқы беті көп қабатты эпителиймен қапталған шырышты қабаттан тұрады. Тілдің негізгі қызметі ол негізінен дәм сезу болып табылады. Сонымен қатар тілдің дорсальды беті болады, тіл аралшығы дорсум лингуа болады, және де оның бүйір жиектерін көріп отырмыз. Тілдің шырышты қабатында жаңа айтқанандай бүртіктер болады, және де ол бүртіктер бірнеше болып бөлінеді. Ең бірінші тілдің жіп тәрізді жіп немесе конус тәрізді папилля филиформис міне тұрған. Міне папилля филиформис и папилля коники. Міне. Мана аймақтарда тұратын жіп тәрізді немесе конус тәрізді
бүртіктері болып табылады. Олар жалпы сезуді, жанасу сипап сезеді, ыстықты, суықты, қысымды сезетін болып келеді. Негізінен ол бізде дарсальды бетінен басталып тіл түбіне дейін орналасқан. Саңырауқұлақты бүртіктер, оларды біз папилле фунгиформис деп атаймыз. Так, папилле фунгиформис деп атаймыз. Бұлар негізгі қызметі тамақтың дәмін тәтті или қышқыл дәмді сезуге арналған, міне орналасқан. Келесі, ол бізде науаша тәрізді бүртіктер, оларды папилле валяты деп атаймыз. Папилле валяты деп атаймыз, және де олар бүртіктер примерно 7-12 болып келеді. Олар тілдің түбірі маңында орналасады, міне мұнда. Келесі, жапырақ тәрізді бүртіктер, оларды папилле фолиате деп атаймыз, міне мұнда орналасқан. Папилле фолиате, олар тұзды, дәмді сезеді. Тұзды және де тәттіні сезетін болып келеді. Сонымен қатар, тілдің шырышты қабығы тіл түбіріне қарай өтіп, көп қабатты эпителиймен қапталатын шырышты қабықтан тұрады деп айттым. Сонымен қатар, тілдің бұлшық еттері болады, себебі тіл негізінен жаңа айтқандай, ол бұлшық етті мүше, және де олар тілді қимылдататын көптеген бұлшық еттер композициясынан тұрады. Бірінші тіл бұлшық еттеріне келейік. Тіл бұлшық еттерін жалпы мускули лингуа деп атаймыз, оларды көлденең, жолақты, ерікті бұлшық еттер деп атауға да болады. Тілдің бұлшық еттеріне келсек, бірінші ол біз тіл асты бұлшық еті мускулус стилоглоссус деп аталады. Қазір. Міне, мускулус стилоглоссус деп аталады. Бұл негізінен тілді жоғары және де артқа қарай алып кетеді. Тіл асты тіл бұлшық еті мускулус гипоглоссус деп аталады. Ол бізде тілді төмен және де артқа алып қайтады. Мускулус гипоглоссус, міне, дәл соның астында орналасқан. Мұны аймақты көрсек, сол. Және де екі тіл асты бұлшық еті мускулус гинеглоссус. Ол негізінен төменгі жиектің, төменгі жақ сүйектің ектік қылқаны спина менталистен басталады да, тілді төмен және де алға қарай алып кетеді. Міне. Так, вот. Мускулус гинеглоссус. Келесі, бізде тілдің меншікті бұлшық еттеріне келейік. Тілдің меншікті бұлшық еттері пропри, яғни бірінші ол тілдің жоғарғы бойлық бұлшық еті мускулус лонгитудиналис супериор деп аталады. Және де оған қарама-қарсы мускулус лонгитудиналис инфериор ажыратамыз. Тілдің жоғарғы бұлшық еті ол тілді қысқартады, тіл ұшын жоғары қарай көтереді. Ал тілдің төменгі бойлық бұлшық еті, яғни мынау мускулус лонгитудиналис деп аталады, міне тұрған лонгитудиналис инфериор, ол бізде тілді қысқартып, және де тілдің ұшын төмен қарай түсіреді. Тілдің көлденең бұлшық етіне келейік. Тілдің көлденең бұлшық еті мускулус трансверсус лингуали деп аталады. Ол міне мынау бұлшық еттерді мускулус лонгитудиналис лингуа деп атаймыз. Бұлар тілдің көлденеңнен, яғни көлденеңнен кішірейтеді. Дальше тілдің вертикальды бұлшық еті мускулус вертикалис лингуа деп аталады. Ол тілдің бүйір беттерінде орналасып, тілді жалпайтуға көмектеседі. Ал мынау бағанағы трансверсус болса, ол терісінше жалпайтпай жіңішкелетуге қатысатын еді. Так, келесі тілдің қанмен қамтамасыз етілуіне келетін болсақ, оған артерия лингуалис келеді. Яғни біз білеміз сыртқы ұйқы артериясын. Сыртқы ұйқы артериясынан келген соң, ол сыртқы ұйқы артериясының алдыңғы тармағындағы артерия лингуалис, екінші тармағын білеміз. Содан қанмен қамтамасыз етіледі, және де одан тіл венасы, венус лингуалис шығады. Ол венус лингуалис мойындырық венаға, ішкі мойындырық венаға, венус югулярис интернаға барады.
Сонымен қатар тілге нелер келеді, нервтермен қамтамасыз етілуіне келетін болсақ, тіл нерві, яғни 12-ші жұп нерв, нервус гипоглоссус келіп, оны нервтендіретін болып келеді. Сонымен қатар басқа да нерв нелері, ми нервтері бұған тармақтар береді. Мысалға 5-ші жұп нерві, яғни ол үшкіл нервінің 3-ші тармағы нервус лингуалис кетеді. Содан кейін 10-ші жұп кезбе нервінен кетеді, және де 7-ші жұп бет нервінен хорда тимпаниді білеміз. Сол келіп осы бізді тілді нервтендіретін болып келеді. Енді бұл суретке қарайтын болсақ, бұл бізде ауыз бездері. Ауыз бездері бізде гландуля орис деп аталады. Негізінен бұл бездер негізінен үлкен және де кіші болып келеді. Үлкендерге мысалға шықшыт бездері, жақ асты бездері жатса, кішілерге еріннің, кіші азу тістерінің нервтері жатады. Тоқталатын болсақ, бірінші ауыз қуысындағы кіші сілекей бездеріне, оларға гландуля кіші және де үлкен деп айттық, кіші бездерін гландуля сальвиарис минорис деп атаймыз. Олар көлемі аз, яғни 1-5 мм-ге дейін жетеді. Олардың біріншісі ерін бездері гландуля лабиалиум. Одан кейін ұрт бездері гландуля буккалис, міне тұрған. Одан соң бізде нелер болады? Үлкен азулық тістердің нелері гландуля молярис деп аталатын үлкен азу тістердің бездері. Одан соң таңдай бездері гландуля палятина және де тіл бездері болады. Міне тіл бездері болып келеді. Ал үлкен ауыз қуысының үлкен бездерін біз гландуля саливария майорис деп атаймыз. Оларға бізге шықшыт безі, тіл асты безі, міне тіл асты безі және де мұнда орналасқан төменгі жақ сүйек асты безі жатады. Міне. Жұтқыншақ негізінен бұл бізде фаранг деп аталады. Ол мойын мен бастың арасында орналасады. Пішіні бойынша ол конус тәрізді болып келетін ас қорыту жүйесі мен И плюс тыныс алу жүйесінің бастапқы бөліктері болып саналады. Жұтқыншақтың топографиялық орналасуына қарай оның ауыз бөлігін, парс аралисті және де оның көмейлік бөлігін, парс ларингеу және де оның мұрындық бөлімін, яғни тыныс алу жолы өтетін парс назалиспен бөлеміз. Жұтқыншақтың топографиясына келетін болсақ, ол негізінен 6-шы мойын омыртқа тұсында өңешке эсофагоидке жалғасып кетеді. Сонымен қатар оның жұтқыншақтың артқы қабырғасы бізде мойын омыртқаларымен жанасады. Оның бүйір қабырғасы мойын маңында орналасқан ірі қан тамырлармен негізінен байланысатын болады. Және де алдыңғы қабырғасында біз хоуан тесігін, міне, хоуан тесігі алдыңғы қабырғасында, оны хоуана дейміз. Бұл арқылы негізінен мұрын қуысымен неғылады, байланысады. Одан кейін аран, яғни аран арқылы ауыз қуысымен байланысады. Исмус фаусиум деп аталады. Одан соң келесі тағы бір бөлігі, ол жерде бізде жаңағы алмұрт тәрізді қалта болады, рецессус пириформис деп аталатын, ол арқылы бізде көмеймен байланысады. Негізде жұтқыншақтың мұрындық бөлігін, парс назалис, ол бізде жұмсақ таңдайға дейінгі аралықта жатады. Және де осы жұтқыншақтың біз бірнеше қабырғаларын ажыратамыз. Жоғарғы қабырғасы бізде сына тәрізді сүйекпен шүйде сүйектің төменгі бөлігімен шектеседі. Алдыңғы қабырғасы бізде бірінші, екінші мойын омыртқамен жұтқыншақ бадамшалары, яғни тонсилля фарангеулермен шектеседі. Одан соң артқы қабырғалары, ал алдыңғы қабырғалар оларда болмайды және де
алдыңғы қабырғасы болмағандықтан хуан тесігі арқылы мұрын қуысымен байланысады. Мына жақта мұрын қуысымен байланысады. Ал бүйір қабырғаларында түтік буылтығы, торус тубарус есту түтігі, біз білеміз эвстахий түтігінің остеум фарангеус туба аудитива мен және де сыртқы есту түтігі мен таңдай пердесінің аралығында түтік бадамшалары болады. Оны тонсила тубари деп атаймыз. Бұл суретте бізде жұтқыншақтың қабырғалары, яғни негізінен жұтқыншақ бірнеше қабаттардан тұрады. Олар бірінші шырышты қабаты, бұлшықеттік және де сыртқы дәнекер қабаттардан тұрады. Шырышты қабатына келетін болсақ, туника мукоса бізде туника мукоса фарангеус деп аталады. Ол мұрындық бөліктегі кірпікшелі эпителий, ауыздық және де көмейлік бөліктердегі көп қабатты эпителийлермен қапталады. Және де жұтқыншақта қатпарлар түзілмейді, және де бұл жерде шырышты бездерге өте көп болып келеді. Екінші қабаты біз бұлшықетті қабаттарды көріп отырмыз. Міне бұлшықеттер. Жұтқыншақтың негізі бұлшықетті қабаттарына біріншіден бойлық бұлшықеттері, одан кейін дөңгелек қабатты бұлшықеттер жатады. Жұтқыншақтың бойлық бұлшықеттеріне келетін болсақ, бірінші біз жұтқыншақ несі бөлігі, мускулус, точнее бұлшық еті, міне тұрған, мынау мускулус стилофарангеус деп аталады. Ол самосүйектің біз тәрізді өсіндісі процесс стилоидеустен басталады, және де оның қызметі бұл тамақты жұтқаннан кейін жұтқыншақты қайтадан орнына қалыпты деңгейге қайтадан алып келу. Одан кейін таңдай жұтқыншақ бұлшық еті, бойлық бұлшық еттерге жататын мускулус палята фарангеус деп аталады. Ол негізінен жұмсақ таңдайдың несінен фиброзды қабықшасынан басталады да, аркус палятина глоссустың бойымен жүріп, мына жақ қарай. Көлденең бұлшықет біз жаңа айтқан тілдің көлденең бұлшықетіне барады. Жалпы бұның қызметі ол таңдайды төмен тартады, ауаны мұрын қуысымен көмейге қарай еркін өткізуге көмектеседі. Енді бұл бізде дөңгелек бұлшық еттері. Атап айтатын болсақ, жұтқыншақтың жоғарғы қышытқыш бұлшық еті. Міне, мускулус констриктор фарангеус супериор, одан кейін медиа, және де инфериус. Жұтқыншақтың жоғарғы бұлшық еті бізде ол бізде негізде тамақты қысады, және де жұтқыншақтың аралық қысқыш бұлшық етіне қарай өтеді. Ал жұтқыншақтың аралық бұлшық еті ол бізде как не сияқты, желпуш сияқты болады. Жоғарғы қысқыш бұлшық еттің төменгі бөлігі мен жанасады, соның төменгі бөлігін жауып, осы жұтқыншақ тігісін құрайды. Міне осы суреттен жақсырақ көрінеді. Бұл жерде бағанағы айтқан мускулус стилофарангеус медиус, яғни мынау бұлшық ет, жаңа айттым, нені жабады деп, мускулус констриктор фарангеус супериустың төменгі бөлігін жауып, ол жұтқыншақтың ауыздық бөлігіндегі тамақты көмейлік бөлікке қарай жылжытады. Келесі жұтқыншақтың мынау тұрған төменгі мускулус констриктор фарангеус инфериус деп аталады. Бұл бізде негізінен жұтқыншақтағы ауыздық бөлігіндегі тамақты өңешке қарай, эсофагеяға қарай өткізеді. И последний оның сыртқы қабаты, жаңа айтқан дәнекертінді қабат, туника адвентития деп атайды. Ол жұтқыншақтың сыртынан жауып тұрады.